Армысыздар, Жетісу арнасында Алматы облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Мадина Мұратбек қызы, сурд аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Жарықсыз қалдық. Қонаев қаласына қарасты саяжай кооперативінің тұрғындары осылай деп дабыл қағуда. Олар жергілікті биліктен саяжайды сапалы электр энергиясымен қамтамасыз етуді сұрайды. Өйткені күн сайын тоқ сымдары тұйықталып, жарық өшіп қала береді. Айтуларынша бұл мәселе көптеген жылдар бойы шешілмей келе жатыр. Сюжет көріңіздер. Бұл саяжайда электр қуаты жоқ емес, 24 сағат бойы келіп тұр. Тек оны ары қарай тарататын трансформатордың тозығы жеткен. Тұтынушылар саны көп болғандықтан жүктемені көтере алмайды. Сондықтан да олар тоқ сымдары жиі тұйықталып, жарықсыз қалып жатады. Оның салдарынан тұрғындардың тұрмыстық техникалары күйіп кеткен, істен шығып жатыр. Оған қоса азаматтар балаларының саулығына алаңдаулы. Бірде қосылып, бірде өшіп тұрған соң тосыннан тоқ соға ма деп қорқады. Светті өшіріп қайтадан қосып, 2 рет өшіп қосылды. Содан кейін анау напряжение көп болды ма, біздің именно осы көшеде тағы да көшелер бар. Сон біз кеп ана автоматты өшіргенше жаңа новый алған холодильник өртеніп кетті. Біздің председатель жаңағы дача бойынша мына кісі тұрған. Үлкен кісі халықтың жағдайын ойлап жатқан жоқ ешқандай. Ақша 17 миллион қарыз, білмем қайда қарыз екенін. Халық қарыз дейді, халық ешқандай қарыз емес, уақытылы төлеп отыр светті. Очередной какой-то порыв этих наших старых электролиний. Вот то, что провода все старые и нуждаются в огромнейшем ремонте. Там неизвестно, сколько лет назад эти провода менялись. Поэтому в связи с этим у нас происходят вот эти вот поломки. Мы очень часто сидим без света. Тұрғындар проблемасын саяжай алабының төрағасы жақсы біледі. Десе де оның бұл мәселені шешуге қауқары жетпейді. Осы уақытқа дейін шама шарқынша жөндеп келген, бірақ әзірге нәтиже жоқ. Ол өтірік жала. Біздің кооперативке жалынған. Күнде свет бар. Мен айттым, мен өшерде тұрамын, өшерде істеймін. Саяжай деген атауы болмаса тегіс бір ауыл, 8 мыңнан аса тұрғыны бар. Олар жергілікті билікке бірнеше рет арызданып, шағым түсірген. Әкімдік табалдырығын тоздырса да проблема шешілмепті. На этих дачах живем 3 месяца уже. Бір ай болды, күнделікті бірнеше сағатқа жарықты өшіріп тастайды. Менің үйімдегі су сорғысы күйіп кетті. Пешіміз жарылып, үй ішін су басты. Енді бұған кім жауап береді? Қазірдің өзінде электр қуаты жоқ. Балалар жалғыз отыр. Олардың саулығы үшін қорқамыз. Қонаев қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі басшысының айтуынша жағдай бақылауда, бірақ жарықты қосу және электр сымдарын ретке келтіру біздің құзыретімізде емес деп ақталды. Трансформаторная линия частная. Трансформатор желісі жеке тұлғаға қарайды. Олардың жеке тұлғамен келісім шарттық жауаптылары бар. Түнде желінің тоқтаусыз қалуы бұл бөлек мәселе. Біз қазір трансформатор орнатып жатырмыз. Ақпан айының соңында біз жұмысты аяқтаймыз. Біз толығымен саяжайларды қала меншігін аламыз. Оларды қалалық тариф сияқты 12 теңгеден төлейтін болады. Сол кезден бастап бұл проблема түбегейлі шешіледі деген сенімдемін. Жауапты маманның бұл ақпарынан жиналған жұрт қордаланып қалған мәселе шешіледі деген үмітте. Десе де тоқтың тұйықталуынан күйіп кеткен тұрмыстық техникалар үшін кімнен жауап іздейміз деп тарқасты. Алмат Хамид, Аружан Нейбаева, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.